Үйіштерің аман ба, бала шағаларың сау ма? Қалай жағдайларың? Қуанып атқан қыздарым, сендерге де рахмет. Сендердің махаббаттарың жатқызбай атыр. Сол қазір сағат 8-де клиентім бар. Соған дейін кішкене отыра тұрайын деп, қыздарым сағындық, апа қайдасың деп атыр қыздарым. Жандарым, сендердің бақыттарың, сендердің махаббаттарыңмен жатқызбай атыр. Ал жандарым, бәріңе бүгінгі күндерің сәттілік күн болып келсін, бақыт келсін, байлық келсін, денсаулық, махаббат, қуаныш келсін жандарым. Алла тағала бүгінгі күндеріңді ерекше қылып берсін. Ерекше бақытты қылып, бай қылып, ойлаған қуаныштарыңнан ойламаған қуаныштарың болып, тек бақыттарыңның үстіне бақыт келсін, байлықтарың үстіне байлық келсін жандарым. Әумин болсын. Бүгінгі күндерің сәттілік, сағындық деп атсыңдар жандарым. Рахмет. Барлық жақсылық тілеймін жаным. Аман есен болыңдар. Алла сендерді жылатпасын. Алла тағала ақылдарыңа ақыл қоссын, саналарыңа сана қоссын. Сендерге сабырлық берсін. Әр қиыншылықтан өздеріңді алып шығыңдар, ұстап шығыңдар, как-нибудь бүйтіп ұстап шығыңдар, гибкостьпен ұстап шығыңдар қыздарым. Сендердің әрбір іс-қимылдарың, сендердің ол өмірлерің, әрбір іс-қимылдарың, өмірлерің, всегда өздерің ойларыңмен жасап атқан іс-қимылдарыңды сәйкестіріп отырыңдар. Ауыздарыңнан шыққан сөзбенен бірдеңе айтайын деп атқанда миларыңмен ойлаңдар. Қай жаққа кетіп баратыр, соңы не болар екен? Ең соңы сол менің айтқан сөзімнің соңы қайда апарар екен? Сондықтан әр нәрсені айтқанда, сөйлегенде ойлап сөйлеңдер, қыздар. Сонда өмірлерің тамаша болады. Көкірек, самый главный, көкірек емеспін бе? Осы мені көкірек кернеп тұрған жоқ па? Тап қазір мені көкірек выруливать етіп тұрған жоқ па? Көкірек деген сөз малғын, шайтан выруливать етіп тұрады. Үйдеп айт, бүйдеп айт. Все-таки сен қанша дегенмен несің ғой, сенсің ғой деп адамды бір түртіп тұрады, шайтан түртіп тұрады дейді ғой, түртіп тұрады. Сондықтан содан сақ болыңдар. Всегда өздеріңді төмен санаңдар. Әр адамнан кішкене, әр адамды жоғары ұстаңдар. Әр адамды Алла сияқты сезініңдер. Әр адамды бір осы емес пе, Алла тағала осы кісі арқылы келіп тұрған жоқ па дегендей, менде сондай сезім болады. Және солай болуымыз да керек. Мен де оны да бір кітаптан оқыдым. Әр адам алдыңа келгенде дейді, әр адамды осы емес пе Алла деп ойлаңдар дейді. Сонда сен жамандық жасай алмайсың деген сөз ғой. Сонда сол кісіге жамандық жасай алмайсың. Сондықтан солай әр нәрсені бастағанда, әр нәрсені жасайын деп жатқанда, мен сонда не істейін деп отырмын? Сонда түк етері, маған сонда пайдасы бар ма? Менің өміріме пайда бар ма қазір мен осы сөзден деп. Ал пайдасы жоқ болса қажет емес, оны уже нені ойламаңдар. Көкірек тәкаппарлықты ойламаңдар. Жеңем деп өмір сүрмеңдер. Жеңіле салып өмір сүріңдер. Сол өте құнды нәрсе. Жеңіле салып өмір сүріңдер. Таңертең тұрдыңдар, Алла тағаладан енді рахмет айтасыңдар тұрған бойда. Содан кейін Алла тағала бүгін маған тағы қандай жақсылық сыйлап жатыр екен, тағы қандай жақсылық болар екен, Алланың қандай жақсылығы болар екен маған деп тұрыңдар. То сен тұрдың ба, ойбай, әлгі қайда, білгі қайда, анау қайда, мынау қайда, не істеймін, ойбай деп ойбайлап тұрсаңдар, онда сразу келеді, малғын шауып келеді. Мына кісі менің жемтігім. Значит, ойбайлап атыр, значит, мынаны можно заселиться. Мына кісіге ұялап отырып алуға болады екен деп. Ойбайламай тұрыңдар. Когда сендер таңертең тұрған бойда, Алла тағала тағы бір күн сыйлап атыр. Бүгін қандай бақытқа, байлыққа кенелтеді екен Алла тағала деп, таңертең тұрғанда прямо хотите, не хотите, солай сөйлеп тұрыңдар. Мысалы, ауырып тұрған боларсыңдар, бір жерлерің ауырып, тұрғыларың келмей, ұйқыларың қанбай, например, да? Сонда да атып тұра келіңдер, Алла тағала, бүгін Алла тағала маған тағы қандай
жақсылық сыйлап жатыр екен. Бүгін тағы қандай күн болар екен деп тұрыңдар қыздар. Сонда сендерді Алла тағала выруливать етіп жүреді. Сосын тұрған бойда өздеріңе де сана, ақыл сұраңдар. Өздеріңді де Аллаға тапсырыңдар. Балдарыңды да Аллаға тапсырыңдар. Күйеулеріңді де, атанаң, бауырларың бәрін Аллаға тапсырып барып тұрыңдар. Сонда Алла тағала өзі алып жүреді. Алла тағала өзі бейтіп, шықпайтын жерден шығарып алып жүреді. Өзің таңғалып атасың. Ай Алла тағала, мен мына жерден қалай шықтым? Қалай маған сол жерде ақыл келе қойды? Қалай мен ана жерде өзімді ұстап ала қойдым? Сол көкірегімді кермей, нағып мен тып-тыныш бола қалдым деп өзіңе өзің таңғалып атасың қыздар. Сондықтан өздеріңді де Аллаға тапсырыңдар. Сәбилеріңді де Аллаға тапсырыңдар. Сонда енді бұл нағыл деген сөз. Энергия. Таңертең тұрдыңдар ма, сразу энергияларыңды Аллаға направлять еттіңдер. Аллаға сыйындыңдар, Аллаға тапсырдыңдар. Сол бойда Алла тағала өзі алып жүреді сендерді. Қайткенде де білмейсің, өзің шошисың. Мына жерден қалай шығып кете қойдым? Ай Алла тағала, мен қалай мына жерден былай өтіп кете қойдым? Қалай мен міне келгенім қандай жақсы болды мына жерге? Или там в общем, сондай чудесалар болып жатады қыздар. Енді ол мелочь жизни, но бірақ осознанно ойлап қарап тұрсаңдар, жизнь прекрасна, қыздар. Жизнь прекрасна. Каждая мелочь – это наша жизнь. Каждый мелочтан, нәнде қандай мелочтан айырылып кетіп жатыр Алла тағала. Айырып кетіп жатыр. Анау бүйдеді, мынау сүйдеді, оңбаған, анау оңбаған, мынау оңбаған, өзім оңған деп қанша адам өкініп қалып жатыр қыздар. Қарап отырсаң, ойлап отырсаң, маған неше түрлі қыздар келіп жатады, неше түрлі адам келіп жатады. Сонда қарап отырсаң, қылшық қыбырмен айырылып кетіп жатыр. Қылшық қыбырмен бала келіннен айырылып қалып жатыр. Қылшық қыбырмен сол ортаға лаң болып түсіп жатыр. Қарап отырсаңыздар қыздар, бір какой-то мелочь, соны осложнение жасап, үлкейтіп, оны жаңағы өрбітіп, өздерінің ой өрістерімен өрбітіп, ой саналарымен өрбітіп деп атқан шығар, анау бүй деп атқан шығар, мынау сүй деп атқан шығар, а на самом деле үй деп атқан жоқ. Ол біреудің мысльдарын сол сүй деп атқан шығар деп, өзінің мысльдарымен, өзінің ішкі жан дүниесімен, өзінің жаңағы развитиесімен адамды жаңағыдай өзінің несіменен ойластырып, в общем, бір мынандай қылшық қыбырды былай қылып не қылып жатады қыздар. Сондықтан всегда өздеріңді сабырлыққа салып отырыңдар. Қала берді жан-жақтарыңды да сабырлыққа салып отырыңдар. Тек өздерің ойланып қоймай, басқа білгендеріңді, осы біліп отырғандарыңды, оқығандарыңды біреуге айта біліңдер. Үлкен сауап қыздар. Әр адамға айтып отырыңдар. Білгендеріңді қызғанбай әр адамға айтып отырыңдар. Сонда сендерге де үлкен сауап келеді қыздар. Әр білгендеріңді жаймен деп айтып отырыңдар. Енді әлгі не салу үшін емес. Оказывается, біз былай жүруіміз керек екен. Оказывается, біз былай жүруіміз керек екен. Оқыған білгендеріңмен бөлісіп отырыңдар. Бір рет бөлісіп қараңдар. Кейбір адам деп отырады. Кейбір адам сағатына қарап саған намек білдіріп отырады. Сол уақыттарда резко қоя қойыңдар. Ауыздарыңды жаба қойыңдар. Ал кейбір адам дә деп дакыт етіп ары қарай сұрап отырады. Сонда қалай ол қалай деп. Сондайда сендерде айта біліп, қызғанбай жаңағы оққандарыңды, білгендеріңді айтып отырсаңдар, сонда сендерге де үлкен сауап болады. Қыздар күшсіз апа деп атсын, ондайды қаттырақ оқимын мен десем. Қыздар, сендерде күшсіңдер, жандарым, сендерде кереметсіңдер. Бәріміз Алланың еркесіміз. Өткенде біреу жазып жатыр. Алланың еркесіміз деп сөйлемеңіз, құлыңыз деп сөйлеңіз. Барлық адам сіздің аузыңызға қарап отыр дейді. Я тоже свободный человек. Чё хочу, то и. Аллаға тілім тигізіп атқан жоқ му, главный. Алла бізді жаратты, көз жаратты, құлақ жаратты, аяқ жаратты. Наслаждайся, я наслаждаюсь. Сондықтан мен қалай айтқым келеді, өзім білем, я тоже не дура. Мен де күнде Аллаға жалбарынып, Алладан сұрап, Алладан жәрдем сұрап отқан адаммын. Айналама солай айтып отқан адаммын. Я тоже не дура. Бірақ солай айтқан өте, мен соны оқыдым ғой енді. Сөйтіп еркелеп жүріңдер. Көз берді Алла тағала, құлақ берді. Мысалы, атанаң сенің еркелеп жүргенін жақсы көреді ғой. Сол сияқты Алла бізді жаратты ғой. Махаббатты да берді бізге,
бізге жақсылық та берді, аяқ жүрсін деп, баратын жеріне барғысы келсінші деп аяқты да берді. Ойлаған арман мақсатына жетсінші, барлық нені жасасыншы деп қолымызды да берді, барлық шаруаларын жасасыншы деп. Құлағымызды да берді, жақсылықты естісінші деп. Көзімізді берді. Көзімізді берді. Деп. Адамдардың бойынан тек қана жақсылықты көрсін. Қыздарым, маған клиентім келіп қалып жатыр. Соған дейін отыра тұрып атқаным ғой, құрттай болса да сендер жандарым, қайта-қайта отырғызбай жатыр. Кеше бір Дастор деген жаққа кетіп қалдық. Отырғызбай жатыр қыздарым. Апа, сағындық қой, қашан шығасың апа, қашан? Әлде қандай болмайын деп. Шығып атқаным бір 10-15 минутқа болса да. Таңертең тұрғанда қалай тұру керек екенін күшті түсіндірдіңіз дейді. Әне қыздарым келіп тұр, домофон соғылып жатыр. Ал қыздарым, жандарым жақсы. Ал барлығыңа бақыт тілеймін, байлық тілеймін, денсаулық, махаббат, қуаныш тілеймін жандарым. Ал барлық жақсылық келсін. Қазір жаным, қазір. 2-ге көтеріле қойшы, 2-ші этажға көтеріле қой, 8-ші квартираға. Жақсы жандарым, давайте, пока. Я вас люблю.